Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз балғын жүгеріні кастрюльде емес, ерекше әдіспен духовкада пісіретін боламыз. Керемет дәмді болып шығады. Сіздер де осы оңай әдіспен жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: балғын жүгері, сары май, тұз және де пеште пісіруге арналған пакет. Алдымен жүгерілерге жұмсақ сары майды жақсылап жағып шығамыз. Бетіне тұз себеміз. Жүгерілерді пеште пісіруге арналған пакетке саламыз. Пакеттің аузын арнайы қысқышымен қысып байлап қоямыз. 180 градус пешке 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Балғын дәмді жүгерілеріміз дайын болды. Ас болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.